Көп адамдар қателікті жасап алады да, енді түзу жолға түсіп, жаңағы намаз оқып, жақсы жүрейін десе, әлгі адамдардың сөздерінен қорқады. Мынау кезінде осындай қате істеп жүреді, енді намаз оқып кетіпті, түзу жолға түсіп кетіпті деп айтқан сөздерден қорқады. Ондай кезде не істеу керек? Ең бірінші, адамдарды емес, Аллахты бірінші орынға қойып алу керек, Аллахтың айтқанын істеу керек. Екінші, түсіну керек, қатесіз бұл дүниеде пенде жоқ. Сіздің қатеңіз айқара ашылып қалған болса, ол адамның қатесі айқара ашылмаған болса да, ол адамның да өзіндік деңгейде қатесі бар. Сондықтан қателестім, болды, енді ары қарай қате жасай берем демей, қатені түзеп алған жақсы. Өйткені қателік түзеліп барып адам өзі түзу жолға түседі. Тем более, мына 2025 жыл өзі трансформационный жыл, барлық адамдардың қателіктен арылатын жылдары. Енді өмірдің өзінің талабы сондай, қазір өзі духовный век. Духовный векте барлық адамдар жаңағы духовностьқа, Алла тағалаға келгені дұрыс. Екінші, адамдардың алдында ақталмаңыздар. Егер де адамдар сіз туралы, сіздің кезіндегі айтқан қателіктеріңіз туралы айтып, сізге жеткізуші де келіп жеткізіп жатса, онда өте жақсы сөз бар. Егер ол адамның айтып тұрған сөзі рас болса мен туралы, Алла тағала мені кешірсін. Егер де мен туралы айтып тұрған сөзі ол кісінің қате болса, Алла тағала оны кешірсін. Болды, ақталмаңыз. Бірақ өзіңіз дұрыс сөзді, дұрыстықты жасай беріңіз. Және де ол неге олай айтты деп ойланып қалмаңыз. Әр адам өзінің деңгейінде сөйлейді, бірақ та барлығымыз бірдейміз. Ол адам қазір сондай жаңағы төменгі вибрацияда жүріп сөйлеп жүрсе де, оның да күні сағаты келгенде ол да жоғарғы вибрацияға шығады. Әлгі айтады ғой, жақсы адамның қасына дейді, жаман адам келсе де жақсы адам қылып шығарады дейді. Неге? Өйткені ол 10 жамандығын көріп тұрса да, бір жақсылықты іздеп отырып, сол ниеті арқылы, іздегені арқылы жақсылықты тауып алады да, сол адамды жақсы қылып шығарады. Бұл дүниеде қатесіз адам жоқ, бәріміз бірдейміз. Сондықтан біреудің қатесін айтушы болмаңыздар, одан да біреудің жақсылығын айтушы болыңыздар. Неге? Өйткені біреудің қатесін айтқан кезде, мысалы бізде бәрімізде жан бар, таптаза жанымыз бар, ол білет, бәріміздің бірдей екенімізді біледі, ол Аллахтан келген. Сол жанымызға ұнамайды, Аллах тағалаға да ұнамайды. Өйткені Аллах тағала бәрімізді жақсы көреді. Аллах тағала сүймей адамды жаратпайды. Бәріміз ең үлкен махаббатпен жаралғанбыз. Енді яғни адамның қатесін айтып, ғайбаттап, оны алдаға қарай ілгері жібермей, бұрынғы қателерін бетіне баса берудің өзі, енді ол дұрыстыққа жата қоймайды. Айтады ғой, Алла жапқан қателікті адам ашпасын деп. Ол қалай? Адам сол қатені жасағанды тоқтатқан күні, яғни Алла тағала ол қателікті жапты деген сөз. Адам енді өзі ғана аша алады оны, басқа ешкім ашпайды. Қайтып жасаса, значит, өзінің Алла жапқан қатесін қайтадан өзі ашып алады. Бірақ дегенмен де ол кешіріледі, қайтадан қателіктен опыт алады. Мысалы, айтады ғой, бұл өмірдің бәрі практика деп. Сол кішкене опыт керек болып тұрса, адам міндетті түрде қателеседі. Ал сол қателіктерге қайта ұрынбас үшін сол опыттардан жақсылап тұрып өтіп алу керек та, жақсылап тұрып өтіп алу керек. Сонда екінші рет ол қателікті адам жасамайды.